Кезінде өте бай бір кісі өлімнің жақындағанын сезген кезінде баласын жанына шақыртып ең маңызды өсиетін айтыпты. «Балам, мені мазарға шұлығымен көміңдер», депті. Баласы түсінбегенімен жарайды деп қабыл етеді. Әкесі баласының қолына тағы бір хат береді. «Мен өлгеннен кейін бірінші қиналған кезіңде хатты ашып оқы», дейді. Күндер өтіп, ажалы келген әкесі жан тапсырады. Ал бұл кезде баласын бір ой мазалап жүреді. «Мен енді әкемді шұлықтарымен бірге қалай көмемін?» Қанша молдаға, имамға барса да алғаны бір жауап: «Жоқ, дінімізде ондай нәрсе болмайды». Бала шарасыз отырғанда есіне әкесінің «Бірінші қиналған кезінде ашып оқы» деп берген хаты есіне түседі. Дереу хатты тауып оқиды. Хатта былай жазылыпты: «Балам, байқағаныңдай мен мұнша бай болсам да өзіммен бірге бір шұлықты да алып кете алмадым. Енді алғанын өзің ойлан».